Барлықтарыңа қайырлы күн. Біз бүгін өткен сабақты ары қарай жалғастыратын боламыз. Сабағымыздың тақырыбы санның факториалы, алмастырулар мен орналастырулар. Бүгін біз b-с деңгейлерін шығарамыз. Бірінші b деңгейінің есептерін қарастырайық. Бірінші есепті шығару үшін біз теңдіктің сол жағын формула бойынша жазып аламыз. X факториал бөлінген x минус 1 факториал. Осы жерде бөлшектің бөлімін x факториалды біз x минус 1-дің факториалы көбейтілген x деп жаза аламыз. Бұл x минус 1-ге қатынасын. 2 қысқарады, тең болады 2-ге. Бұдан x-ымыз 2-ге тең болады. Тура осы сияқты екінші есепті қарастырайық. X факториалдың x минус 1-ге қатынасы бізде 2x-ті береді. Осы жерде x факториалды x минус 1-дің факториалы көбейтілген x бөлінген x минус 1-дің факториалы тең болады 2x деп жазып аламыз. Осы жерде x минус 1 факториалдар қысқарады, сонда x тең болады 2x-қа. Бұдан 2x-ні сол жаққа жібереміз, минус x тең болады 0-ге. Ал ереже бойынша бізде x 0-ге тең болмау керек. Келесі есепте біз x факториалдың x минус 2 факториалға қатынасы деп аламыз. Осы жерден то же самое жаңағыдай x минус 2 факториал көбейтілген x минус 1 көбейтілген x факториал бөлінген x минус 2-ның факториалы тең болады 2x-қа дейін теңдеу шығады. Осы жерден x минус 2-ның факториалы қысқа кетеді. X квадрат минус 2 деп жақшаны ашамыз. Минус 2 тең 0-ге. Осыдан x квадрат минус 3x тең болады 0-ге. Екі жақшаға жүктейміз. x минус 3 болады. Бұдан бір теңдеуіміздің мәні 0-ге тең, екінші x-ның мәні 3-ке тең болады. Сонда жауабымыз 3-ке тең болады. Келесі төртінші есепті қарастырайық. Төртінші есепте тура осы сияқты x минус x факториал бөлінген x минус 2-ның факториалы тең болады 3x плюс 12. Осы жерден алымын жазып аламыз. x минус 2 факториал x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 2-ның факториалы. Осы жерден факториалдар қысқарып кетеді, тең болады 3x плюс 12-ге тең. Жақшаны ашамыз. X квадрат минус x тең болады 3x плюс 12. Барлығын бір жаққа жазамыз. Сол кезде бізде пайда болады теңдеу. Осы теңдеуді шешу үшін барлығы ықшамдап жазылайық. X квадрат минус 4x минус 12 тең болады 0-ге. Виге теоремасы арқылы шығарайық. Сонда бізге келетін мәндер 6 минус 2 тең болады 4-ге. 6-ны 2-ге көбейтеміз минус 2-ге. Сонда бізде минус 12 деген мән шығады. Минус санды қарастырмаймыз, сонда біздің түбіріміз 6-ға тең болады екен. 20 оқушыдан сынып басшысы мен спорт жұмыстарына жауап беруші таңдаудың қанша тәсілі бар? Бірінші, біз теру амалын қолданамыз. Екіншіден, әрқайсысын жеке-жеке табамыз, яғни сынып басшысын бөлек, спорт жұмыстарын. Мына жерде мен деген сөз болғандықтан, жеке тапқаннан кейін оларды бір-біріне көбейтеміз. Сонда 20-дан 1 факториал бөлінген 1 факториал, 20-дан 1 азайтып 19 факториал жазып аламыз. 20 факториалды біз 19 факториал көбейтілген 20 факториал деп жазып аламыз. 20 деп жазып аламыз. И бөлінген 19 факториал болады. Қысқарады, сол кезде 20-ға тең болады. Бұл сынып басшысы деп қарастырайық. Келесі 19 баланға қалады бізде. 19 факториал бөлінген 1 факториал бөлінген 18 факториал. 19 факториалды 18 факториал көбейтілген 19 бөлінген 18 факториал деп жазып аламыз. Факториалдар қысқарады 19-ға тең. бұл бізде сынып жұмыстарына жауапты. Екеуін бір-біріне көбейтеміз, сонда 380 тәсіл бар болып шығады. Келесі 3, 4 және 5 сандарының бағаларының бірін екі қоша қоюын қанша тәсілі бар? Яғни біз бірінші балаға 3 бағаны кез келген қоя аламыз. Екінші балаға да тура осы тәсіл арқылы 3 бағаны қоя аламыз. Яғни 3-ті 3-ке көбейтеміз, сонда 9 тәсілі бар болып табылады. Келесі екі фигураны 6 түспен бояудың қанша тәсілі бар? Орналастыру арқылы шығарамыз. Сонда А6-дан 2, 6 факториал бөлінген 6 минус 2, 4 факториал болады. Сонда 6 факториалды 4 факториал көбейту 5 көбейтілген 6 деп жазамыз. Оны бөлеміз 4 факториалға. Сонда қысқарады. 5 көбейтілген 6 тең болады 30-ға. Келесі есепті шығарайық. 1 мен 2 цифрларын көмегімен жазылатын мыңнан кіші натуралдар саны қанша? Мыңнан кіші натуралды сандар олар 1 таңбалы, 2 таңбалы және 3 таңбалы болып бөлінеді. 1 таңбалы сандарды 1-2 цифрларынан тұратын 1 мен 2 ғана. 2 таңбалы, яғни 11, 12, 22, 21, яғни 4 сан. Келесі 3 таңбалы сандар табу үшін біз әр орынға неше сан қоя аламыз? Яғни 2 сан қоя аламыз, 2 және 3-шінің орнына да 2 сан қоя аламыз. Бір-біріне көбейтеміз, сонда 8-ге тең болады. Сонда 2 қосылған 4 қосылған 8 тең болады 14-ге.
14 кіші натурал сан бар. Келесі есепті шығару үшін біз тағы да теңдеулер құратын боламыз. X факториалдың x минус 2 факториал қатынасы 20 береді. Бұл жерден x факториалды x минус 2 факториал x минус 1 x деп жаза аламыз. Сонда факториалда бір-бірімен қысқарып тең болады 20-ға. Осы жерден x квадрат минус x минус 20 тең 0-ге v теоремасы арқылы шығарайық. Сонда x1 мен x2-міз 5 пен минус 4-ге тең болады екен. Тура осы сияқты екінші есепті қарастырайық. Бұнда бірақ бізде орналастыру тұр, яғни px тең болады 24-ге. Осы жерден біз білеміз p-ның формуласын, ол факториал. X факториал тең болады 24-ге, ал 24 бізде не? 4-дің факториалына жатады. Факториалдар белгісі қысқарып, x тең болады 4-ге. Келесі үшінші есепте ашып жазамыз. X квадрат минус x болады. Одан кейін x факториалды да тура жаңағыдай жазып аламыз. Факториалдар бір-бірімен қысқарады. Сонда бізде x квадрат минус x тең болады. X квадрат минус x деген теңдеу шығады. Теңдеудің екі жағы бірдей болғаннан кейін бұл есептің шешуі жоқ деп қарастыра аламыз. Бірақ бізде анықтау облысы деген бар. X минус 2 дегеніміз, яғни x-ті мәні бізде 2-де үлкен мәнді ала аламыз. Ең соңғы есебіміз күрделі есеп. Әрқайсына жеке-жеке тоқтала отырып шығарайық. Бірінші ax-тен 3 тең болады 14x минус 2x квадрат. Ax-тен 3-ті жазып алайық. Бұл x факториал бөлінген x минус 3 факториалға тең. Ол тең болады бізде теңдеу ретінде жазайық 14x минус 2x-тің квадратына. Осы жерден бізде x минус 3-тің факториалдар бір-бірімен қысқарады. X минус 2-ні x-ге көбейтіп жазып алайық. Немесе керісінше жазсақ та болады. X квадрат минус 2x, x минус 1 бір жақшаның ішінде, сол жақта тең болады 14x минус 2x квадратқа. Осы жерден жақшаны ашсақ, x куб минус x квадрат минус 2x квадрат плюс 2x минус 14x плюс 2x квадрат тең 0-ге. Қысқартулар жасадық. X куб минус x квадрат минус 12x тең болады 0-ге. Осы жерден x жақшаны сыртына шығарып жіберсек, x квадрат минус 2 минус 12 тең болады 0-ге. Бірінші түбіріміз бізде 0-ге тең, ал екінші түбірді v теоремасы арқылы шығарсақ, сонда x1-іміз бізде 4-ге тең, ал x2-міз бізде минус 3-ге тең болады екен. Минустан қарастырылмайды, сонда есептің жауабы x1 тең 4-ге. Келесі есепте тура осы сияқты шығарамыз. X-тан 3 сразу жазып алайық. X факториал бөлінген x минус 3 факториал болады. X-тің факториалымыз x минус 3-тің факториалы көбейтілген x минус 2 көбейтілген x минус 1 көбейтілген x тең болады 20x плюс 4x-ның квадраты деп жазып аламыз. Осы жерден біз қысқартулар жасаймыз. X минус 3-тің факториалы қысқарып кетеді. X минус 2, x минус 1, x тең болады 20x плюс 4x квадрат деген қалады. Осы жерден жақшаның барлығын ашып есептеу ғана қалады бізде. Келесі x-тің кубы минус 7x квадрат минус 18x тең болады 0-ге. X жақшаны сыртынан шығарып жібереміз. Сонда x тең болады 0-ге. Екінші теңдеуімізді табамыз. X квадрат минус 7x минус 18 тең 0-ге. x1 қосылған x2 тең болады 7-ге. x1 мен x2-ның көбейтісі минус 18 береді. Осы жерден біз x1-ді 9, x2-ні минус 2 деп алатын болсақ, бізде есебіміздің мәні болады. Теріс санды алмаймыз, сонда плюс 9 деген мәнді алатын боламыз. Келесі үшінші есепте x факториалы бөлінген x факториалды x минус 3-ның факториалы деп жазайық. Сонда x минус 3-ның факториалы көбейтілген x минус 2 көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 3-ның факториалы. Қысқарту жасаймыз. Сонда x минус 2-ні көбейтеміз x минус 1-ге, көбейтеміз x-ге. Осыдан бізде жалпы теңдеу шығатын болады. Теңдеуді жазып алғаннан кейін x-терді де сандарды да бір жаққа жинап, келесі бос қалған аймақты 0-ге теңестіріп жазатын боламыз. Егер есебіміз мәні шыға бастаған болса, бір-бірінен ұқсас мүшелерін азайтайық. Минус x-тің кубы плюс 2x-тің квадраты плюс 8x тең болады 0-ге деген теңдеу шығады. Осы жерден біз минус x жақшаны сыртынан шығарып жібереміз. Сонда минус x тең болады x квадрат минус 8x минус 8 тең болады 0-ге деген есеп шығады.
осы жақта минус x'іміз тең болады 0-ге, x тең болады 0-ге деген жағы шығады. Екінші жақшаның ішіндегі есепті шығарайық. виет арқылы квадраттық теңдеуді шешеміз. Екі түбірдің қосындысы 2-ні береді, көбейтіндісі минус 8 береді. Бұл бізде 4 және де минус 2 деген түбірлердің шығатын амал болып табылады. Получается, біздің есебіміздің жауабы минус 2 кірмейді, теріс сан болғандықтан жауабымыз 4-ге тең болады. Егер біздің бүгінгі талқылаған тақырыбымыз түсінікті және ұнаған болса, арнамызға жазылып, келесі видеоларды бізбен бірге тамашалаңдар.